Мен қазір сіздерге бір құпия айтам. Құпия тәсіл. Мен ғана білем. Күнзила мұғалім, мен ғана білем. Домбыра English көрермендері, сіздер қазір бір құпия тәсіл үйренесіздер. Сіздерге ғана айтам. Осы жерде ғана осындай құпия тәсілдерді тауып, қалай ағылшынды үйренуді біле бастайсыздар. Мен ғана білем. Қазір айтам. Ағылшын тілін үйрену үшін, сөйлеу үшін сіздер сөйлеу. Ал саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің сөйлесетін тақырыбымыз ол сөйлеу, speaking skills, сөйлеу қабілеті. Ал жақсы, сіз грамматиканы жақсы үйреніп алдыңыз. Жатқа білесіз грамматиканың формуласын, тесттарда 5 аласыз. Жақсы. Сөздік қорыңыз керемет дейге, түрлі сөздерді білесіз. Жақсы. Тыңдау қабілетіңіз жақсы дейге, тыңдаған кезде сөздерді ажырата аласыздар, түсіне аласыздар. Окей, керемет. Жазу қабілетіңіз керемет дейге, неше түрлі тақырыпта әңгіме, шығарма жаза аласыздар. Жақсы. Оқу қабілетіңіз керемет, reading. Керемет оқи аласыз, тез оқи аласыз, бәрін түсінесіз. Жақсы. Оның бәрі сізге тікелей сөйлеуге көмектесе ма? Тікелей? Жоқ. Бірақ қосымша, сөздік қорыңыз бар, грамматиканы жақсы білесіз, қатесіз сөйлей аласыз, басқа адамды тыңдай аласыз, оның бәрі керемет, бірақ оның бәрі жеке сала. Егер де сөйлеймін десеңіз, керемет тәсіл бар. Ол тәсіл құпия, басқа ешкім білмейді. Мен ғана білем бұл тәсіл. Маған жазылыңыздар, менің мектебіме келіңіздер, менің банк шотыма жіберіңіздер. Мен білетін бір құпия тәсіл қалай ағылшын тілінде сөйлеп кетемін. Тек қана сіздерге айтамын, тек қана тәсіл. Ағылшын тілінде сөйлеп кету үшін сіздер сөйлеу керексіздер. Сөйлеу керексіздер, сөйлеу қабілетіңіз болу үшін сіз сөйлеу керексіз. Қалай? Өз өзіңізбен сөйлесіңіз, былай отырып, мысалы бір жаңа грамматикалық тақырып өтіп алдыңыз, present simple'ды біліп алдыңыз, жақсы. Сол туралы сөйлесіңіз өз өзіңізбен. Present simple'мен, күнделікті өміріңіз туралы. Жаңа бір сөздер жаттап алдыңыз, керемет. Сол сөздерді алдыңызға қойып, жаттығып, сол сөздермен сөйлем асырып сөйлеңіз. Бір жаңа listening жасадыңыз, бір нәрсені тыңдадыңыз, бір бейнені көрдіңіз, бір фильмді көрдіңіз, одан кейін сол туралы талқылаңыз. Жақсы, естіген затыңыз туралы сөйлеңіз. Керемет, жазған затыңыз туралы талқылап сөйлеңіз. Оқығаныңыз туралы, оқыған тақырыбыңыз туралы сөйлесіңіз. Қазір өз өзіңізбен сөйлесуге болады. Отырып алып. Жындырған сияқты емес, өзіңізбен сөйлесіңіз. Бұл білім үшін, ғылым үшін. Егер де досыңыз бар болса, досыңызбен сөйлесіңіз қазір. Қоңырау шалыңыз. Интернетқа біреуге жазыңыз. Кел, жаттығайықшы бірге. Ағылшын тілі керек па? Speaking skill'ымызды көтерейік. Біреуге сөйлесіңіз. Өзіңізбен сөйлесіңіз. Бейне жазып сөйлесіңіз өзіңізбен. Немесе диктофонды қосып қойып, даусыңызды жазып, одан кейін естіңіз. Сөйтіп сөйлесіңіз. Сөйлеспейсіз, аспаннан түсіп сөйлеп кетпейсіз. Керемет біліміңіз болып тұрса да, грамматиканы біліп тұрсаңыз да, ағылшын тілін 40 жыл бойы оқып келе жатсаңыз да, сөйлемесеңіз, сіз сөйлемейсіз, басқа ештеңе көмектеспейді. Сондықтан ағылшын тілінде сөйлеп кетем десеңіз, отырыңыз да сөйлесіңіз өзіңізбен. Болды, осы керемет құпия өмірдегі. Құпия емес, анық.
басқа ештеңке жоқ, бір керемет әдіс тәсіл жоқ, бір керемет мектеп жоқ, керемет мұғалім жоқ, сізді сөйлеткіздіртіп жүретін ол мына бұлшық еттер, мына кеудеңіздегі органдарыңыз. Болды, сіз ғана сөйлеймін десеңіз сөйлеңіз. Ағылшын тілі осылай. Жазам десеңіз, жазу қабілетімді арттырам десеңіз жазасыз, оқу қабілетімді болды, осы құпия жоқ. Аспандай анық, шайдай анық деуші еді. Қалай айтып жіберіңіздерші. Болды, осыдан бастап сөйлесіңіз, отырыңыз. Тым болмағанда 5 минут сөйлесіңізші өзіңізбен отырып алып. Кез келген бір тақырыпқа 10 минут достарыңызбен аптасына бір рет кездесіп тұрыңыздар, жиналыс жасап. Ағылшын тілінде сөйлесіп көрейік деп. Қазіргі заманда сізде қол астыңызда көп мүмкіндік бар интернет арқылы біреуді тауып алып сөйлескенге. Көптеген приложениялар бар. Адамдарды тауып бірге сөйлескенге. Өзіңіз барсыз өзіңізде. Тым болмағанда өзіңіз барсыз өзіңізде. Сондықтан алға баса беріңіз, сөйлеу қабілетіңізді дамыта беріңіз. Сөйлеу үшін біз сөйлеу керекпіз. Келесі көріскенше, бұл Домбыра English керемет құпия тәсіл мен бөлістім. Келесі көріскенше.